Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз пицца дайындаймыз. Пиццаның оңай әрі тез жолын көрсетемін. Бұл пицца 10 минутта дайын болады. Ол үшін бізге ұн керек, қаймақ, майонез, кетчуп, қызанақ, жұмыртқа, колбаса. Мына колбасаның барлығын алмаймыз, бір 50-100 грамм, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және сырды солай кішкене қолданамыз. Және тұз қажет болады. Енді біз жұмыртқамызды ыдысқа жарамыз. 2 жұмыртқа. Кішкене тұз қосамыз. Қасықтың 3/4 бөлігі. Араластырамыз. Бұны миксермен араластырсаңыз да болады, ағаш қасықпен араластырсаңыз болады. Менде миксер жоқ, мынадай құрылғымен болады араластыруға. Одан кейін енді бізге қажет қаймақ, кез келген қаймақ аламыз. 4 қасық, ас қасық қаймақ қосамыз. Төрт қасық қаймақ және 4 қасық майонез. Кез келген майонез, өзіңіздің ұнататын майонезіңізді алып қоссаңыз болады. 4 ас қасық. Енді осының барлығын араластырамыз. Енді 9 ас қасық ұн қосамыз. Міне барлығын араластырдық. Менде мынадай қамыр шықты. Қоспа міне мынадай созылыңқы болып шықты. Сізде де осылай болып шығу керек. Енді колбасамызды кесіп аламыз. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша колбасаны ұзыннан кессеңіз де болады. Мен осылай жалпақпен де қалдыра саламын. Көбірек қоссаңыз болады. Колбасаның орнына сосиска қосуға болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызда. Одан кейін сырды чоркадан өткіземіз. Яғни бұлай үгітіп аламыз. Енді помидорымызды кесіп алайық. Табаны отқа қоямыз, газге. Және кішкене май қоямыз, өсімдік майын. Майды құямыз. Және оның жан жағына жағамыз. Енді майды осы табаны әбден қыздыру керек. Қыздырмай салып жіберуге болмайды қоспаны. Қазір май кішкене көп болып кетті, мен алып тастаймын артық майын. Менің майым қызды, оттың астын бастым. Енді қоспамды сковородкаға саламын. Мен қамырымды жайып алдым, отқа қойып. Енді оның үстіне кетчуп саламыз. Кетчуп болмаса, томат пастасын қолдансаңыздар болады. Бұның да барлығы өздеріңіздің қалауыңыз бойынша кетчупты салып жағамыз.
Одан кейін біз колбасамызды саламыз. Колбасаның орнына сосиска салсаңыздар болады. Одан кейін помидорды орналастырамыз. Помидордың орнына, мысалы, помидор болмаса, огурцы қолдансаңыз болады, қияр яғни. Енді келесі кезекте үгітілген сырды саламыз. Негізі мен мол болып салғанды жақсы көремін. Енді келесі кезекте біз табамызды қақпағымен жабамыз. Оттың асты әбден басылып тұр. 10 минуттан кейін біздің пиццамыз дайын болу керек. 10 минут уақыт өтті, мен оның астын сөндіріп қойғанмын. Бірден пиццаның қақпағын ашуға болмайды. 1-2-3 минут уақыт өту керек. Содан кейін барып ашамыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Тексеріп қарайық. Осылай алынып тұру керек. Мен пиццаны кестім. Осындай пицца дайын болды. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.